Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын, жыртылмайтын, езілмейтін сочный мантының рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңыраушы белгісін басып қойыңыз және видеоны өткізбей, видеоны мұқият соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысқа бір жұмыртқаны саламыз. Оның артынан 250 мл су құйып, сосын 1 чайный ложка тұз салатын боламыз. Оны да салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң аз-аздан ұн салып, қамыр илейтін боламыз. Орташа қаттылықта қамыр илейміз, қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қаттылықта әдемілеп қамыр илеп аламыз. Қамырдың арасында ешқандай іртігіні қалдырмай, июні қандырып, әдемілеп жақсылап илейтін боламыз. Сол кезде жайған кезде бір тегіс әдемі болып жайылатын болады. Міне қамыр дайын болып қалды. Дайын болған қамырды салафанға салып, шетке алып қоямыз. Келесі мантының фаршын дайындайтын боламыз. Менде сиырдың фаршы, үстінен туралған пияз, сосын картошка саламыз. Картошка міндетті емес, картошканы салмасаңыз да болады. Сосын үстінен дәміне қарай тоз бұрышыны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Міне фаршы дайын, жақсылап араластырып алдым. Енді қамырды жаятын боламыз. Ең алдымен қолымызбен осылай қамырдың шет-шеттерін жақсылап басып шығамыз. Жақсылап басып шыққаннан соң қамырды жайып бастаймыз. Жас қыздарға, енді тұрмысқа шыққан келіншектерге кеңесімді айта кетейін. Қамырды жайған кезде екі шетінен басып жаятын боламыз. Ортасына баспайсыздар. Сағат тілімен қамырды айлантырып, осылай екі шетінен басып, қамырды жайсаңыздар бір тегіс әдемі болып шығады. Ортасы жұқа, шеті қалың болып қалмайды. Міне қамырды дайын болып қалды. Негізі мантының қамыры жұқалау етіп жайған дұрыс. Міне көріп тұрғандарыңыздай мен жұқа етіп жайдым. Сол кезде өте әдемі болады. Дайын болған қамырды осылай видеодағыдай етіп, бір келгетіп кесіп аламыз. Мен қолдың көмегімен өлшедім. Кесіп болған қамырларды ортасынан алып бастап, осылай бірінің үстіне бірін төсеп, кесіп алатын боламыз. Осылай қамырлардың барлығын бір келгетіп кесіп аламыз. Кесіп дайын болған қамырларды жайып, үстінен дайын фаршты салып шығатын боламыз. Сосын видеодағыдай етіп, әдемілеп барлық мантыларымызды түйіп шығамыз. Міне осылай барлық мантыларды әдемілеп түйіп алдым. Түйіп болған мантыларды мантаварканы алып, мантаварканы осылай астына жақсылап майлап аламыз. Майлап болғаннан соң мантылардың бір шетіне кішкене майға батырып, осылай барлығын салып шығамыз. Осы уақыт аралығында кастрөлде су қайнап тұру керек. Салып болғаннан соң мантыларды 50 минуттай пісіріп аламыз. Міне мантылар да пісіп дайын болды. Өте дәмді сочный манты болып шықты. Сіз де осы әдіспен жасап көріңіз. Егер менің видео рецептім ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Назарларыңызға көп рахмет.